Бүгінгі тақырып цифрлар қайдан пайда болды. Демек, цифрды арабтың цифры, үндінің цифры деген Википедияда қысқа ғана қайырылған статья бар. Бірақ біздің мынау байбота қошым ноғай дейтін қара көзіміз жазған екен, әдемі статья. Жалпы ол кісі мынаны мысалға келтірген екен. Пирамидалар геометрия болмаса, пирамида болмас еді. Пирамида заманы, пирамидалар біздің үнділердің арабтың цивилизациясынан арыда жатыр да. Ал пирамида ол геометриялық фигура. Геометрия сан жоқ болса, геометрия бізде дамымас еді деген нақты аргумент келтіреді. Ал мен айтар едім, бұл жерде бұл байбота қошым ноғайдың айту сөзі де дұрыс, бірақ қарап тұрсаңыздар, бізде жыл санағы бар, сағат бар, уақыт бар, күн бар. Осының бәрін жыл санағы біз Вавилон шумерлік уақыттан бері жыл 12 айды санап келе жатырмыз дәл осылай. Ал біз жыл 12 айды цифр үнділердің дамыған күтіп отыратын болсақ, арабтардың санын енгізуін, ғылымға енгізуін, аль-Хорезмиді күтіп отыратын болсақ, біз бұл кезде парадокста ай күнді санамай өмір сүрген болар едік. Ал біздің болжамдарымыз тас дәуіріне, басқа неолит, мезолиттерді де есептей алмас едік. Енді осыншама мағлұматтарды жинақтай келе айтар едім, араб цифры деген просто бір термин сияқты болып кіріп кетті да. Римский цифр, мысалға бізде Римнан шыққан деп айтылып жатыр ғой, бірақ түптеп зерттеп келгенде ол шынымен де Римнан шықты ма жоқ па, ол түбегейлі түсініксіз ақпарат. Ал жаңағыдай аргументтермен, жыл санақтарымен, одан кейін жаңағы пирамидалардың құрылысының уақыттарымен есептей келетін болсақ, бізде получается ол үндінің де саны емес, арабтың да саны емес, ол сан жалпы біздің мына жазу сызуымыз, тіліміз дамыған немен, процесспен бірге дамыған дүние. Тек бұл просто жай ғана араб жазуы, ноғай жазуы, ұйғыр жазуы, шағатай жазуы деген сияқты атаумен қалып кеткен. Мүмкін олар просто кейіннен кеңейтіп, кішкене өсуіне, дамытуға, әрі қарай өріп өтуге үлес қосқан болар. Ал дәл сол мемлекет бізге шығарып қолданысқа алдымызға төгіп салды деген дұрыс емес ақпарат деп айтар едім.